материалдары мен бұйымдары технологиясының өндірісінің кафедрасының профессоры. Аты жөнім Шайкежан Амангелді Шайкежанұлы. Пәннің аты байланыстырғыш заттар. Соның гидравликалық байланыстырғыш заттар бөлімінде қождар және қожды цементтер тақырыбын қарастыралық. Дәріс жоспарында келесідей сұрақтар қарастырылған. Бірінші, қож өнімдері, оларды жіктеу, қождардың химиялық, минералогиялық құрамдары мен құрылымдарының сипаттамалары, қожды цементтерді өндіру схемалары, заттық құрамдар мен қасиеттері қарастырылады. Бірінші сұрақ, қож өнімдері, оларды жіктеу. Қож деп қара және түсті металдарды балқытқанда, қатты отындарды жаққанда, сонымен қатар фосфорды электротермиялық айдағанда сублимация алынатын қосалқы өнімдерді айтады. Химиялық құрамы жағынан түсті металлургияның әсіресе домнаның қождары портланд цемент және глиноземді цементке жақын келеді. Сондықтан байланыстырғыш заттарда ол өндірістің түрлі саласын арзан да қосалқы өнімдерін пайдалану өзіне назар аударады. Оның маңыздылығы: біріншіден, қоршаған ортаны қорғау мәселесін шешуге, екіншіден, шикі затты тереңдете өңдеуге атсалысу, және үшіншіден, қож материалдары технологиялы алдын ала дайындалған өнім болғандықтан жаңа байланыстырғыш алуға жұмсалатын жылу мен электр энергиясына жұмсалатын шығын айтарлықтай төмен болады. Цемент өндірісінде қара металлургия, түсті металлургия, химия өндірісінің қождары қолданылады. Басқа түрдегі металлургиялық қождар феррохромдық, түсті портланд цемент клинкеріне, никель мен мыстықы цемент шикізат компоненті белсендіру, минералды қоспа, алюминий өндірісінің глинозем цементпен аса тез қатайғыш портланд цементке, болат балқымаларынікі автоклавта қатайғыш байланыстырғыш ретінде келешекті өнім болып табылады. Домна қожы темір рудасынан бос жыныстарды жеңіл балқитын қосылыстарды айналдырып барып, босатып алу мақсатында шихтаға арнаулы қоспа, флюс, яғни карбонатты жыныстар, әктас, доломит енгізіледі. Нәтижесінде силикат, кальций мен магнийдің алюмосиликаттары түзіледі. Бұлар 1400-1500 градус Цельсийде қожды балқыма түрінде шөген қабат үстінде жиылады да, содан шығарылады. 1 тонна шөген балқымасынан 500-700 килограмм қож шығады. Тез суынған шыны тәріздес домна қожы химиялық құрамына қарай ұнтақталған түрінде сумен әрекеттесіп, портланд цемент сияқты қатаяды. Активатор қосқанда. Байланыстырғыш материалдар өндірісінде электротермофосфор қожын пайдалану мүмкіндігі қара металлургиянікінен кем түспейді. Құрамындағы фосфордың пентоксиді мен кальций фториді кірмелері және глиноземнің жоғарылығы, глиноземнің төмендігі бұл қалдықтарды қолданудың кейбір ерекшеліктерін айқындайды. Құрылыс материалына шикі зат ретінде қожды бағалағанда негізді мен қышқылды оксидтер қатынасы негіздік модулімен сипаттайды. Оның мәні бірден асқан жағдайда қож негіздіге, төмен болғанда бірден қышқылдыға жатқызылады. Химиялық құрам қож балқымасының физикалық қасиетіне,
оның қатып қалғандағы құрылым мен қасиетіне әсер етеді. Қайта балқыма және құйма шөгенді домна пешінде балқытады. Домна биік шахта пеш болып табылады. Төбесінен берілген шихта көрік бөлімінің жоғарғы жағында 1100-1300 градус Цельсийдағы ыстық ауа қысыммен өңделеді. Оның төменгі жағынан сұйық шөгін мен қожды сыртқа мезет сайын жедел шығаратындай тесік қарастырылған. 6-шы слайдта көрсетілгендей көрікке горн деп аталынады. Жоғарыдан қожбен қоса температурасы 1500 градус Цельсий маңында сұйық шөгін жылжып жетеді. Домна қожы темірлі материалдардан флюс және кокс күлінен түзіледі. Екінші сұрақ қожының химиялық, минералогиялық құрамдар мен құрылымдарының сипаттамалары болатын. Соны қарастырылады. Цемент клинкеріне қарағанда қождағы кальций оксиді мен кремнезиум және глинезиум негізі төмен қосылыстар. Белит, ранкинит, псевдоволостанит, мелилит түзеді. Егер кальций оксиді 44-46% болып, онда қож силикаттары шынай бастайды да, борпылдақ күйге айналады. Себебі моноклинді бетта белит тығыздығы төмен келетін ромбылы гаммаға ауысады. Металл стиль домна қожының химиялық құрамы кальций 38, сүйе 234, алюминий 2,11, феррум 2,3, 5, магнио 9, есі 3% және фосфордан тұрады. Соның ішінде кальцио, CO2, алюминий 2, феррум 2, магнио қосылғанда барлығы 90-95%-ды құрайды. Қождың портланд цементтен айырмашылығы кремнезиум мен алюминий тотығы магний мөлшері жоғары келеді де кальцио аз болады. Магний тұрақты окерманит түзеді. Тіпті 20%-ға дейін қождың құрамында пайдалы деп есептелінеді. Өйткені қождың гидравликалық белсенділігін арттырады. Ол жоғары болса, қожды портланд цемент магнезиалды сульфат тұзының әрекетіне шыдамайды. Оксид алюминий қождардың гидравликалық активтілігін, яғни белсендіштігін көтеретін қосылыстар түзеді. Бұл қасиеті тіпті кальций оксиді мөлшері ұлғайған сайын арта береді. Кремнезиум қожда портланд цементке қарағанда ылғи көп. CO2 домна қожы суығанда кристалға айналмай шыны түрінде қатып қалады. Марганец тотығы, закись, активті қосылыстардағы кальций оксидінің орнын басып кері әсер етеді. Сондықтан стандарт бойынша байланыстырғыш заттарда магний оксиді 2-4%-дан аспауы жөн. Күкіртті қосылыстар кальций сульфиді, марганец сульфиді және темір сульфиді аз мөлшерде болады. Мысалы, кальций әрі кеткенде 5%-дан аспайды. Сонда да кальций сульфиді сумен әрекеттесіп гидролизге ұшырайды да, нәтижесінде пайда болған кальций гидрооксиді, яғни әк, қожды шыны тәріздес бөлігінің белсенділігін көтереді. Ал темір мен марганец сульфидтары сумен гидролизденуі жаңа түзілімнің бастапқы жағына қарағанда көлемі ұлғаятындықтан
қождың ыдырауына апарады. Фосфордың пентоксиді белитті тұрақтандырады, бірақ шамадан түс болса қауіпті. Домна қожының минералды құрамы мен құрылымын баяндалық. Осы екі ұғым қатайған қож балқымасының химиялық құрамына, оның ішінде негіздігіне және суыту жағдаятымен байланысты. Жайлап суыған негізді келген қож тегіс кристалданып үлгереді де, кристалдары бір-бірімен шыны тәріздес затпен байланысып цементтенеді. Егер қышқылды болса, тұтқырлық қасиеті жоғары болғандықтан кристалданып үлгермей, суыған қож шыны тәріздес күйінде қалады. Негізді келген қожды балқу кезінде суық су немесе ауамен тез салқындатса, қож құрылымы аралас күйде болады. 4-6% магний оксиді, 5-10% алюминий оксиді бар кристалданған домна қожы белит, ЦКС ранкинит және мелилит, көбінесе гелинтпен ерекшеленеді. Айтылмыш оксидтер одан асқанда мелилит, акерманит, анартит, псевдоволластанит, мервинит, монтичелит және кальций мен марганецтің сульфиттарын түзеді. Негізді қожда негізі жоғарырақ келетін қосылыстар белит, 2 кальцио, СО2, алюминаттың силикаты 2 кальцио, алюминий СО2, тағы сол сияқты. Ал қышқылды домна қожында негізі төменірек псевдоволластанит, анартит түзеді. Жалпы айтқанда, сұйық қожда ол қарапайым катиондардан кальций +2, магний +2, тағы сол сияқты оттегі мен күкірт және тұрақты комплексті аниондардан тұрады. Комплексті аниондар алюминий 4-4, СО4 -4 тетраэдрлардың төртбұрыштарында оттегі ортасында алюминий не силициум атомы орналасқан түрінде болады. Осы комплекстер немесе аниондар өзара бір-бірімен не катион модификаторлармен әрекеттесіп түрлі күрделі топтар құрады. Өз кезегінде күрделі топтар құрылымы жағынан волластанит не белит кристалдарына жақындайды. Күрделі топтар бір-біріменен кальций катиондарымен бөлініп тұрса, онда олар орта силикат белсенділігі, орта силикат сияқты белсенділігі жоғары келеді. Балқыма температурасы жоғарылаған сайын ион топтастары ұсақтала түседі де, термодинамикалық тұрақсыздығына байланысты реакцияға бейімділігі арта түседі. Енді осы балқыманы күрт суытқанда иондардың микробейберекеттігі бекітілік қылады, яғни қож түйіршіктеледі. Қождарды түйіршіктеу мәселесі туындайды. Шыны тәріздес. Қождың гидратацияға бейімділігі жоғары келетіндіктен домна қожынан байланыстырғыш заттар дайындау үшін түйіршіктейді. Екі түрлі тәсіл қолданылады. Жартылай ылғалды, яғни гидрон ауада, не барабанды қондырғыларда 1 тонна қожға 1,5 текше метр не ылғалды, яғни ыстық балқыма 450-800 текше метр
әуіттегі суда салқындап 1 тонна қожға 2 текше метрден аса су шығыныменен қолданылады. 5-10 миллиметрге түйіршіктенеді. Түйіршіктелген домна қожы аралас гидравликалық байланыстырғыш заттар, сульфатты қож, әкті қож, қожды портланд цемент дайындауға, сонымен қатар портланд цементтің компоненті не болмаса, ұнтақтау кезінде оған әсерлі минералды қоспа, орыс оқулықтарында ПАФ деп аталынады, қоспа ретінде солар қолданылады. Ал жай суытылған отвальный аталынады, отвальный жай суытылған домна қожын соңғы кездерде автоклавты қатайғыш қож цементтерін өндіруге қолдану мүмкінділігі байқалып жүр. Қайта балқыту, яғни передельная қождары мартен пештерінде, шөгеннен болат, вагранкада, яғни шахталы пеште шөгенді балқытқанда пайда болады. Болат балқыту қождарының мөлшерде көп емес және түйіршіктеуге жатпайды. Фазалық құрамдары күрделі де, жай температурада сумен әрекеттеспейді. Соңғы мәліметтер бойынша бұл қождардан әк, гипс және кремнеземнен тұратын белсендіргіш қосумен автоклавта өңдегенде берікті байланыстырғыштар алынатыны байқалып жүр. Электротермофосфор қождары электротермиялық пештерде айдау, яғни возгонка әдісімен фосфор өндіргенде алынатын қосалқы техногенді өнімдер. Түйіршіктеу үрдісі жоғарыда баяндалғандай тәсілдер арқылы өтеді. Жартылай құрғақ жентектеу әдісі қожды қиыстырып, яғни комбинированный, алдымен сумен, соңын ала ауамен суытуға негізделген. Түпкі ылғалдылық 4-7%-дан аспайды. Осы түйіршіктеу тәсілдері ішінде гидронауа қолданылатын тәсілді қарастыралық. Қабылдағыш сеңгелге түскен балқыма көбілеу науада 0,7-0,8 мегапаскаль қысыммен берілген сумен салқындатылып, түйіршіктелген қож ортадан тебу центробежный әдісімен 20 метрге дейін лақтырылды. Пульпа құбырмен ылғалынан артылатын шанақтар жүйесіне түседі де, одан қоймаға барады. Ылғалды жентектеу екінші әдісте балқыма сумен толған көлемі 800 текше метр резервуарға тоғытылып күрт салқындайды. Сол кезеңде бөлінетін бу және газбен диспергацияланады, уақытталынады. Тәсілдің кемшілігі 10-30% ылғалдылыққа дейін кептіру, көп жылу энергиясын қажет етуі. Үшінші сұраққа көшелік. Қожды цементтерді өндіру схемалары, заттық құрамдары мен қасиеттері. Түйіндеп айтсақ, қождың гидравликалық әрекеттескіштік, яғни активтілік дәрежесі
негізді және активтік модульдермен, яғни негізді оксидтердің, қышқылды оксидтердің қосындысына немесе глинеземнің кринеземға қатынастарымен сипатталады. Оның модульдердің формулалары келтірілген, көріп аларсыздар. Осы екі қатынас мәндері өскен сайын әктің гидравликалық әсерлігі, яғни активтілігі ұлғаяды. Мемлекеттік стандарт бойынша домна және электротермофосфор қождардың гидравликалық әрекеттестігіштігі, активтілігі сапалық еселік К символымен бағаланады. Бұл көрсеткіш қождардағы кальций, алюминий, магний оксидтерімен және кремний оксиді мен титанның пайыздық мөлшерлерімен байланысты. Тиісті формулалар арқылы өрнектеледі. Және екі формула магний оксидінің 10%-дан жоғары не төмендігіменен айқындалады. Қождың сапалық еселігіне және химиялық құрамына байланысты кестеде көрсетілгендей ол 3 сортқа бөлінеді. Көрсеткіш сұрып нормалары, сапа еселігі, оксидтер, солардың нормалары ол тиісті таблицада келтіріледі. Сапа жаңағы айтылды ғой, К символымен көрсетілді деп. Оның мөлшері 1,65, 1,45, 1,2 бұл нормалар. Бірінші, екінші және үшінші сұрыпқа сәйкес келеді. Қож химиялық құрамы қандай да болмасын, суыту режимінде де қарамай, температурада сумен әрекеттеспейді де, қатаймайды да. Бірақ химиялық, механикалық не жылулық әсерлермен қожды кейбір қождың құрастырушылары сумен әрекеттесіп, нәтижесінде суда ерімейтін жаңа заттар, новообразование дейді, яғни гидравликалы қатаяды деген сөз. Домна қожының минералдарын қарастыралық. Геленит формуласы 2 кальцио алюминий 3 сио 2 гелениттің гидратын 175-200 градус Цельсийда гидрогранатты құрайды. Акерманит формуласы 2 кальцио магнио 2 сио 2 кальцийдің гидрооксиді әсерінен, әсіресе автоклавта жылумен өңдеуде кальцийдің гидросиликаты екінші типі және магнийлі кальцийдің гидросиликатын жасайды. Белиттің гамма, альфа түрлері қатаю жағдаяттарына қарай кальцийдің гидросиликаттарын түзеді. Ранкинит минералы формуласы 3 кальцио 2 сио 2 автоклав жағдайында құмға кішкене ғана кальцио қосқанда талшықты кальцийдің гидросиликатын түзіп, жоғары байланыстырғышы қасиетін танытады. Ешқандай гидравликалық қасиеті жоқ псевдоволластонит 10-15% гидроксид кальцийдің гидроксиді түрінде қосқанда қатаю қабілетіне ие болады. Кальций алюминиттары гидратацияға тез түсіп, тіпті жай жағдайдың өзінде де
жоғары механикалық беріктік танытады. Сонымен қожды фазаларда гидравликалық белсенділігі, қожды фазалардың гидравликалық белсенділігі келесідей қатарда төмендей береді. Қатарда атап өтейін. 3 кальцийлі силикат C3S, кальций алюмоферриті, бета-билит, негізді қош шынысы, қышқылды қош шынысы, мелилит, гамма-билит, мервинит, әрі қарай монтичеллит, негізі төмен алюмосиликаттармен мынандай кальций силикаттары атап өтейін. Анортит, ранкинит, псевдоволластанит, фаялит, пироксендер. Қож бен күлдің гидравликалық әсерлі фазалары көбейген сайын құндылығы жоғарылай түсетіндігін көреміз. Ал өз өтімен қатаятын фазалар ондай да болуы мүмкін. 3 кальцийлі силикат, кальций алюмоферриті, бета C2S, негізді қош шынысы қатты ауа ылғалды жағдайда қатаятын байланыстырғыштар дайындауға мүмкіндік жасайды. Бұл фазалар аз не тіпті жоқ болса, онда қатаюдың әсерлегіштері активизатор болмаса, жылумен өңдеуді қолдану керек. Қоспаның түріне байланысты қождар сілтілі, гидроксид, кальцийдің гидроксиді, сульфатты, кальций SO4 және қиыстырмалы комбинированный, жаңағы әкпенен сульфат, кальций SO4 екеуінің қосындысы мен белсендіріледі. Сөйтіп осы 3 түрге бөлінеді. Демек, қожды қоздыру мәселесі туындайды. Сілтілі қоздыру схемасы мынадай. Қож түйіршіктерінің бет үстіндегі шынылардың белсенді айлақтары су молекулаларын адсорбциялайды. Сол кезде шынының комплексті аниондарымен байланыстағы катион модификаторлар шынымен ұстасымы босаң болғандықтан сутегі ионымен қосылып COH тобынан құралған гидратты кремнезем үлбірі сумен әрекеттесуге әрекеттеседі. Сондықтан су ертіндісіне сілтілі қосыстар кіргізіледі де, слайдта көрсетілген силикаттар түзілуіне жол береді. Бұл реакция қайтымды болғандықтан гидросиликатты тұрақтандыру мақсатында су ертіндісінде кальций концентрациясын 0,8 грамм литріне, гидроалюминаттар үшін 0,3 грамм литріне осы деңгейде ұстау қажет. Сілтілі активизацияланудың мысалы жай температураның өзінде негізді домна қожы, яғни көбінесе кальций 44-48, кремнезем 35-38, глинезем 10% маңында, 5-10% кальций оксиді, не болмаса портланд цемент қосқанда төмен негізді талшықты кальцийдің гидросиликаты, ал 25-40% кіргізсе, не болмаса 50-65% портланд цемент жоғары негізді кальцийдің гидросиликаты түзіледі. Сонымен қатар
Кальцийдің алюминаттары метатұрақты гидроалюминатқа айналады. Ол келе гидрогелинитке ауысады. Сульфатты белсендіру, активизация. Оның қождағы глинезиум және кальцийдің гидрооксидімен тікелей реакцияға түсіп, кальцийдің гидросульфоалюминаттарының түзілуі арқылы қожды цементтердің қатаюына негізделген. Металлургия не отын қожында кальций оксиді аз, тек 20-30% аспаса, онда ол аралық сипатта болады. Егер кальцийдің оксиді көп мөлшерде кіргізілсе, онда қождың қышқылды гидравликалық қоспамен әрекеттесуі болғандықтан құрастырушы компоненттердің өз есебінен қатаяды. Кез келген қож шынысының гидравликалық белсенділігі ылғалды жылумен өңдеуді күрт көтерілетін ескеру керек. Қожды портланд цемент алумен қолданылуын қарастыралық. Жалпы оны 20-80% көлемінде домна немесе электротермофосфор қожын портланд цемент клинкерімен және гипсті қосып майдалау арқылы алады. Қожды портланд цементтің байланыстырғыштық қасиеті А. Гель гидратының үлкен тығыздығы менен, Б. Тасындағы әк кальций H2 аздығымен, В. Жылу бөлуінің тығыздығымен, Г. Гидрат фазаларының негізінің төмендігімен ерекшеленеді. Майдалылығы 1 граммға 4500 шаршы сантиметр квадратқа көтергенде және клинкер құрамын нормалағанда тез қатайғыш қожды портланд цемент алынады. 3 күндік беріктігі шаршы сантиметр квадратқа 200 килограммдай шамада. Оңтайлы құрам үдерісі қождың негізі төмендеген сайын клинкердегі 3 кальцийлі силикат пен 3 кальцийлі алюминат қосындысы жоғары болу керек. Сонымен қатар қождағы глинезиум жоғарылаған сайын кіргізілсе клинкер мөлшері соншама аз болуы керек. Қожды портланд цемент төмен алюминатты қождан алынса, термоылғалды және автоклавты өңдеуге үздік материал болып шығады. Оны сулы, сульфатты, жебір жағдайда пайдаланғанда төзімдігі жоғары келеді. Маркалары М300, М400, М500. Тез қатайғыш қожды портланд цемент 3-ші тәуліктегі қысу күшіне қарсы көрсеткіші 20 мегапаскальдан жоғары. Елудегісі 3,5 мегапаскальдан жоғары келеді. Келтірілген қожды портланд цемент өндірісінің технологиялық схемасы атап өтелік: бірінші ұсатқыш, екінші кептіргіш барабан, үшінші диірмен, төртінші араластырғыш силасы, бесінші араластырғыш шинек, алтыншы айналма пеш, жетінші
klinker қоймасы, 8-ші цемент силасы, 9-ші қаптайтын машина жабдықтарынан тұрады. Сульфатты қож цементі қождан басқа ол 75-85% құрайды. 10-15% ангидрид немесе екі сулы гипс сульфаты қоздатқыш ретінде, негізді орта жасау үшін 5% портланд цемент немесе 2% әк, каустикалық доломит пайдаланылады. Айта кететін жай, сульфатты қожды цементтің белсенділігін көтеруде 700 градус Цельсийде күйдірілген ангидридті және жоғары глиноземді негізді қожды қолдану, ал меншікті бетін 1 граммға 500 шаршы сантиметр квадратқа дейін көтеру керек. Қож негізді болған сайын әк концентрациясын көтеру, қышқылды қожда литріне 0,4-0,5 грамм болу керек. Негізгі қатай өнімі итрингит болып табылады. 28 күндік беріктік 300 килограмм шаршы сантиметр квадратқа шаққанда. Жетімсіздігі. Гидратацияда суды қажет етуінің жоғарылығы бетонды дайындағанда оның беріктігін төмендетін су цемент қатынасының мәнін көтеру керектігі. Суды және сульфатты жебірлікке төзімділігі жоғары болғандықтан су асты және жер асты ғимараттарында пайдаланылады. Ылғалды жылумен өңдеу қажет емес. Байланыстырғыштың бұл түрін жетілдіруде отандық ғалымдардан көп еңбек еткен Өскенбай Аяпов. Ол сульфатты қож байланыстырғышы келесідей материалдарды пайыздық массасы бойынша есептегенде Қарағандыдағы металл стил түйіршіктелген домна қожын 70, шкальцийлі алюминатының мөлшері 8%-дан аспайтын портланд цемент клинкері 20 және қос сулы гипс 10% бірге майда ұнтақтау жолымен алуды ұсынды. Сәл жоғарыда Сниптің ұсынысы бойынша келтірілген сульфатты қож цементінен айырмашылығы портланд цемент клинкерінің жоғарылауы 5%-ға қарсы 20%. Сонымен қатар бірігу мерзімінің басы жайырақ және белсенділігі жоғары. Ұсынылған әдістің тиімділігі кальцийдің гидросульфоалюминатының уақытылы түзілуіне мүмкіндік жасалынуы нәтижесінде цемент тасы мен бетондардың ішкі кернеуге қарсылық күшінің жоғарылауында. Сульфатты қож цемент өндірісінің технологиялық схемасында бірінші доломит қоймасы, екінші гипс қоймасы, үшінші арбашық, төртінші пештің көтергіші, доломитті күйдіргіш шахта пеші, алтыншы ұсатқыш, жетінші күйдірілген доломиттің шанағы, сегізінші ангидрид шанағы, тоғызыншы гипс шанағы, оныншы ылғалды қождың қоймасы, 11-ші арбашық, 12-ші қабылдаушы шанақ, 13-ші кептіруші барабан, 14-ші құрғатылған қож қоймасы, 15-ші грейферлі кран, 16-ші диірмен үстіндегі
қождың шанағы, 17-ші шинек, 18-ші қоректегіш, 19-ші үстеменің шанағы, 20-ші шарлы диірмен, 21-ші элеватор, 22-ші сульфат қожды цементтің силасы сияқты жабдықтар келтірілген. Әкті қож цементі қарастыралық. Оның құрамында 10-30% әк, 5%-ға дейін гипс, кейде 10-20% аралығында портланд цемент клинкері болады. Гипс бірігу мерзімін реттеумен қожды сульфатты белсендендіреді. Қатаюдың кристалдық өнімдері этринит, гидрогеленит, гидрогранаттар. Жақсы сападағы байланыстырғыш алу үшін глиноземі жоғарырақ келген негізді қожды және мөлшері 10-30% сөндірілмеген әкті қолдану қажет. Бірігу басы 20 минуттен ерте болмауы жөн, ал аяғы 25 сағат деп белгіленген. Ауада қатаюы ылғалды жағдайда жеткілікті ұзақ 15-30 тәулік ұстағаннан кейін мүмкін. Сульфатты қож цементіне қарағанда беріктігі біршама төмен. Маркалары 50, 100, 150, кейде 200. Пайдалану ауқымы құрылыс ерітіндісімен төмен маркалы бетон дайындау, айызға төзімділігі төмен келеді. Сулы, сульфатты жебірлікке төзімділігі жоғары болғандықтан су асты және жер асты ғимараттарында пайдаланылады. Есте ұстарлық жағдай. Байланыстырғышты сақтау мерзімі төмен келеді. Әкті қож цементін қарастыралық. Оны өндіру технологиялық схемасына кіретіндер: бірінші кептіруші барабан, екінші диірмен, үшінші цемент силастары, төртінші қаптаушы мәшинелер. Осы схеманы өзгеріссіз пайдаланып отырып, клинкерсіз қожды байланыстырғыш алуға әбден мүмкін. Қарағандыдағы Metal Steel түйіршіктелген домна қожына 15%-дай ғана жергілікті Қарағанды теміртау өңірінің әк ұстағыш материалдарын белсендіргіш ретінде пайдаланса жеткілікті. Өндірістің әк қалдықтары белсендіруші күшінің саябырлауларына қарай бұлай орналасады. Әк күйдіру зауытының желдеткішінен кейінгі тозаң, онсын доламит, онан кейін цемент зауытының күйдірілген әк тас тозаңы, ұлпалы әк, сонсын ең соңында қайналмады әк. Нәтижесіндегі алынған клинкерсіз байланыстырғыштар 100-200 шаршы сантиметр квадратқа 100-200 килограмм болды. Сондықтан физика механикалық қасиеттеріне қарай бір қабатты құрылыстарға ұсынылады. Сілтілі қож байланыстырғыштарын қарастыралық. Сілтілі қож байланыстырғыштары түйіршіктелген қождарды сілтілі реакция беретін компоненттермен бірге ұнтақтау, немесе тартылған қождарды сілтілі металдардың натрий калий қосылыстарының ерітіндісімен араластыру арқылы алынатын гидравликалық байланыстырғыштар. Қождың белсенділігінің шарты фазасы шыны тәріздесті. Меншікті бет ұстауданы 1 граммға 3000 шаршы сантиметр квадрат болуы қажет. Сілтілі компоненті
каустикалы және кальцийленген сода, сода капралықтан, глинозем, цемент өндірісінің қалдықтары. Байланыстырғыштағы сілтілі қосылыстардың натрий 2Оға шаққандағы оңтайлы мөлшері қож массасының 2-5%-дай болуы. Физика-химиялық түсінік бойынша сілті металдардың қосылыстары ерекше белсенділігімен қош шынысын қаусатады және гидролитикалы ертеді. Сілтілі гидроалюмосиликаттар мен төмен негізді кальций гидросиликатының түзілуі мен жоғары орнықтылығын қамтамасыз етуге бейімдейтін ортаны қалыптастырады. Сілтілі қож байланыстырғыштары қысу күшіне, беріктік көрсеткіші 28 тәуліктен соң маркасы 300-ден маркасы 1200-ге дейін жетеді. Жылу өңдеудегі тиімділігі мен бейпішіндену деформация қасиеттерінің төмендігімен, жемірлікке төзімділігімен және экономикалық ұтымдылығымен портланд цементпен салыстырғанда жоғары келеді. Осы сілтілі қож байланыстырғыштардың технологиялық схемасын қарастыралық. Ол мынадай жабдықтардан тұрады. Бірінші, қойма керек, кептіргіш барабан, үшінші үгіткіш вальцы. Сосын екі қождың және әсерлі минерал үстемелерін шығындау шанағы, сілтілі компоненттің шығындау шанағы, мөлшерлегіштер, дозаторлар, сілті компонентінің тақтайтын үгіткіш, сілті компонентінің қоймасы, диірмен, байланыстырғыш қоймасы қарастыру керек. Портланд цементті алу дайын шикізат тек силикат модулін портланд цемент клинкерінің шегіне көтеру үшін тиісті жетілдіруші үстеме кіргізу керек. Құрамындағы кальций оксиді түрлі химиялық қосылыстар ішінде белит түрінде байланысты болады. Ылғалды әдіс үрдісінде қож шламының қойылу, жіктелу мен бірігу келеңсіздіктерін сақтау үшін беттік әсерлі зат, поверхностно активное вещество, сол беттік әсерлі затпен пәрменді араластыру қолданылады. Келесі слайдта ұнтақталған қожды пештің ыстық ұшына берудің технологиялық схемасы келтірілген. Сонымен бірге домна қожын шынжырлы пердеден соң және карбонатсыздандыру алабына енгізу жолымен қосымша қоректендіреді. Портланд цемент технологиясында қожды пайдалану, оның техника-экономикалық және құрылыс эксплуатациялық көрсеткіштерін жоғарылатады. Портланд цемент өндірісі технологиясының қожды жеткізу фрагментін қарастырсақ, ол бірінші диірменнен тұрады, екінші бұрандалы сорап, үшінші қож ұнтағының шанағы, төртінші шинек, эжектор, бесінші, алтыншы ауаны өлшеудегі шығынды таразылаудың тығырығы, яғни шайба, жетінші қожды тозаңдатқыш форсунка, сегізінші отынды тозаңдатқыш, яғни форсунка, тоғызыншы пеш, 10-шы жеңішті сүзгі, 11-ші желдеткіш аппараттарынан тұрады. Электротермофосфор қожы беріктігі жоғары және тез қатайғыш қасиеттермен белгілі алит минералының мөлшерін жоғарылатады.
Ал оның аз кірмелері фосфор пентоксиді билитті силикат түзушілікті тұрақтандырушы қызметін атқарады. Сонымен қатар, жоғары алитті цемент алу технологиясы тек дәстүрлі балшық компонентін толықтай айтылмыш қожбен ауыстырғаннан күрделенген жоқ. Бірақ қалыпты технологиямен салыстырғанда айтулы техника экономикалық ұтымды екені айқындалды. Бұл технологияны көрнекті ғалым Сәдуақасов пен осы жолдардың авторы бір топ қызметкерлерімен теориясын негіздеп, Қазақстанның бірнеше зауыттарында іске асырды. Цементтер билиттен бастап қанығу еселі бірге дейін жететін жоғары алитті құрамдыға дейін алынады. Оның үстіне шихтаның әк тұтушы ингредиенті ретінде дәстүрлі әк тастан басқа әк, известпушонка немесе доломит қолданылады. Ескерте кететін жайт, әктас қожды цемент шихтасының жоғарғы алитті клинкерінде фосфордың пентоксидінің мөлшері 1% маңында ғана болу керек. Мұндай клинкерлер негізінде цементтердің байланысу мезеттері мемлекеттік стандарттың талабына сай болғанымен дегенмен де баяу келетіндігі қағида. Сонымен қатар, әрине, бірінші тәуліктегі беріктікте төменірек келеді. Портланд цементтің маркалары 600-700-ге жетеді. Айта кету жөн, жалпы қазақ оқымыстыларының осы қождарды пайдаланып түрлі байланыстырғыш материалдар алуда ерекше белгілі екенін атап өту керек. Майда қожды 0,5-3% әкпен негіздердің хлорлы, күкірт, көмір қышқылды тұздарынан азғантай үстемелерімен кешенді белсендендіріп, ылғалды жылу өңдеуде маркасы 200-500, автоклавта маркасы 300-ден 900-ға дейін байланыстырғыш алынады. Балшықты бір шама электротермофосфор қожымен ауыстырғанда CO2-нің көптігі портланд цементі сульфатқа төзімді етеді. Минералды қоспа ретінде фосфордың пентоксиді 2,5%-дан асырмай, электротермофосфор қожын түйіршіктелген домна қожының орнында клинкерге майдалау барысында қосуға әбден болады. Фосфор қожын кең ауқымда құрылыс индустриясында пайдалануды тежеуші факторлардың бірі фосфин түріндегі зиянды кірме. Белгілі ғалым Қуатбаев құрылыс ғылыми зерттеу институты өзінің қызметкерлерімен фосфор қожын залалсыздандырудың табысты жолын ұсынды. Қожды кептіру мен майдалау үрдістері барысында оның құрамына 0,4-0,6% кальцийдің гипохлоридін енгізіп, кальцийдің фосфатын тотықтандыратындығы айқындалған. Өзіндік бақылау сұрақтарын айтып өтейін. Қандай өнімдерді қож деп атайды? Екінші, қожды цемент өндірісінде пайдалану немен байланысты? Үшінші, байланыстырғыш заттарға қождарды пайдалану мақсатында қалай жіктейді? Төртінші, домна қожы қалай пайда болады? Бесінші сұрақ, домна қожының қатаю шарттары? Алтыншы сұрақ, домна қожының химиялық сипаты?
және соған байланысты қалай жіктеледі? Жетінші сұрағымыз. Домна өндірісінің схемасын баянда. Сегізінші сұрақ. Домна қожының химиялық құрамдарының рөлі. Тоғызыншы сұрақ. Домна қожының минералдық құрамы мен құрылымының оның байланыстырғыштық қасиетіне әсері. 10-шы сұрақ. Домна қожына гидравликалық қатаюын қандай химиялық және физика-химиялық үрдістермен түсіндіреді? 11-ші сұрағымыз. Байланыстырғыштарды алуда қожды қоздырудың қандай әдістері бар? 12-ші сұрағымыз. Қожды байланыстырғыштар, қожды портланд цемент, сульфатты қож цементі, әкті қож цементі және сілтілі қож байланыстырғыштар. Оларды ерекшелейтін айырмашылықтарда да. 13-ші. Жоғары алитті цементті алудың бейдәстүрлі жолының мәні неде? 14-ші сұрақ. Электротермофосфор қожымен байланыстырғыш құрамына енгізген аз кірмелердің ықпалы қандай? 15-ші сұрақ. Электротермофосфор қожының домна қожынан айырмашылығы неде? 16-шы сұрағымыз. Соңғы қазақ ғалымдарының қожды байланыстырғыштар